Армысыздар, қадірлі көрермендер, сіздермен Хит ТВ теле арнасы отбасы құпиясы бағдарламасының тамаша қонақтарымен таныстырамын. Ержан Жұмабекұлы, бәріңіз білесіз. Білмеймін деп айтсаңыз өтірік айтасыз. Және ең үздік мобил, ментор, наставник дейді қазір, Сәулет Әлібек қызы. Неге бұл кісілер танымалы емес деп айтады деп дауласатын себебім, әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, бұл кісілерді көресіз. Сондықтан да біз 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деп таңдап талғап шақырып отырмыз. Ер жігіттің жолы үлкен, Сәулетжан. Ержан ағаң деп айтамға, замандасың ау деме. Көзінің жанары оттай болып тұр. Ой, сен замандасың ау деймін. Замандасың. Замандасың болса өте жас қой, бірақ өлеңдерінің барлығы тұнып тұрған философияда. Мен өзім әндерді тыңдағанда барып келдім, жүгіріп келдім, секіріп келдім, таудың басына шығып кеттім, таудың басына секіріп кеттім дегендерді тыңдамаймын. Мен әндердің әрқашанда сол өлеңнің мәніне, мағынасына қараймын. Менің жақын бір құрдасым бар, ол да композитор, әнші. Сол жігіттің өмір деген әнін менің туған күнімде айтқан кезде, бірден сол әнге ғашық болдым. Әй, құрдасым, мынаның сөзін кім жазды десем, Ержан деген жігіт жазды дейді. Әй, Ержан сыртынан білеміз ғой. Не деген тамаша. Сол уақытқа дейін білмеген екенмін. Бірақ сол тамаша ән неге жас жігіттің ішінен шықты екен деген сұрақ бар да менде. Мен ойлап қалдым, шынымды айтайын, менің бір замандасым, деңгейлесім, бір 50-дегі орта жастағы бір замандасым, құрдасым жазған шығар десем, жас менің бауырым жазыпты. Не себеп болды? Ең әуелі Хит ТВ телеарнасының көрермендеріне сәлем бердім. Жұмыстарыңыз берекелі болсын. Осындай тамаша бағдарламаға шақырғандарыңызға Меруерт әпке көп рахмет. Жолдарыңыз ашық болуын тілеймін. Енді өнер деген, ақындық деген Тәңірдің адамның кеудесіне қондырған бір сый деп білем. Одан кейін арнау өлеңдерді көп жазамыз дегенмен де құйылып түскен шығарма ғұмырлы болады. Сіз айтып отырған өмір деген ән өзі бірденмен қағазға түскен еді. Жасқа байланысты емес ау деп ойлаймын. Мысалы, адам қоғамда болып жатқан нәрсені әртүрлі сезінеді ғой. Мен де шашымнан тырнағына дейін осы өмірді өзімше түсінген сияқтымын. Соны ғана бердім, яғни Қағаз бетіне түсірмейсің. Әрине, қайғы, қуаныш қатар жүргеннен кейін менің тағдырымда да неше түрлі дүниелер болып жатады. Ер азамат болғаннан кейін мойнымызда қыл арқан шірімейді дейді ғой. Тек қана жақсы жақтарын айтамыз, ал өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр дегендей ішкі дүниемізді қағазға түсіреміз. Өмір деген әннің сөзінің сізге әсер еткені сол шығар. Өйткені не ойладым, айнытпай соны жаздым. Ақындардың сөзінің өміршең болатындығы сол ғой. Мыңдар, миллиондар өзін көреді. Бұйырған сол сияқты. Өзің өміріндегі бір эпизодтар, сәттер есіне түседі. Сондықтан да бұл кісілер миллиондық адамдар. Дегенмен де, жаңа өзің айтып қалдың, ақынның өлеңі ұры дегенді. Ақынның өлеңі емес, өсекші деді. Мен айтқан жоқпын оны. Ағалар айтып кетті. Ағалар айтқан, өйткені мынандайды, бір махаббат туралы күшті өлеңдер жазатын ағайлар болады. Бәрі жеңгеңе ой дейді. Кейде қарасаң, жеңгеңнің түр нобайда оған сәйкес келмей қалады. Сондықтан ол ұрыда ұстап беретін ағаларды. Жақсы өлеңдер. Ол да енді сендерге таңсық қой, енді жат емес қой. Мыңдардың көз қуанышы болатын, мыңдарды ғашық ететін жігіттер. Сіздің қарсыңызда отырған қызда көп балалы анаға жатады. Бір әулеттің отанасы, келіні, адал жары дегенмен де Қазақстан бойынша ең үздік
мобилдік қызмет көрсететін иә. тамаша біздің іскер қызымыз, кәсіпкер. Сәулеттің де өмірі қызық. Былай көшеде көрсең, күйеуге шыққан қыз секілді. Ал бірақ көп балалы ана, азаматын сыйлап отырған, ата енемен тұратын сондай келін. Соның бәрін ысырып қойып, осындай деңгейге қалай жеттіңіз? Ең бастысы, енді сәлеметсіздер ме? Хит ТВ арнасына және сізге үлкен алғыс, осылай шақырту. Енді сіздің енді өте керемет жаңағы осындай біз секілді еңбекқорларды бағалап жатқаныңызға үлкен рахмет. Бұлай жетем деп біздің енді көретініміз тек қана еңбек. Біз ана кедергілерге соқырып аламыз көбінде. Ең басты біз үшін мотивация ол өзіміздің ұл қыздарымыз. Бізге сол мотивация болады. Көбісі оны сылтау етіп жатса, біз оны мотивация ретінде қарап, осы ұл қыздарымызға өнеге болайық, тоқтаусыз білім алып, сол балаларымызға қарау, декретте отырып бастадым ғой мен бәрін. Сосын әр баламның өзіне жаңағыдай естелік болсын деп, әр қайсының парақшалары бар. Иә. Ана 2012 жылғы ұлымнан бастап парақшалары бар да, өзім ашып естелікке бүкіл өсіп келе жатқан жаңағы видео түсіріп, қолым жаңағы содан басталды ма деп ойлаймын. Жаңа әр балама естелік болсыншы деп мен жаңа видеолар түсіріп, кішкентайынан бастап, әйтеуір қолдан келгенше Play Market дейді ғой, бұрын андай бізде iPhone болған жоқ ол кезде. Жаңағы қолдан келгенше монтажын ізденіп, тауып сөйтіп бастадық қой. Содан қызығушылық оянып кетті деп ойлаймын мен. Ең басты себеп ол менің ұл қыздарым деп ойлаймын. Қадамыма. Одан кейін енді кезінде мен бухгалтер болып жұмыс жасадым. 2 жоғары оқу бітіріп, математиканы бітіріп, бірақ бухгалтер 3 жылдай жұмыс жасадым. Көп балалы ана болам деп естігеннен кейін, құрсағымда 2 бала болғаннан кейін өзім шешім қабылдадым. Бір жерге байланбай, осы ұл қыздарыма көңілімді бөле алатындай уақыт жағынан еркіндік болғанды қаладым. Жеке кәсіп жағына кетейін дедіңіз ғой. Жеке кәсіп, одан бөлек жаңағы осы көптеген осы кәсіпкерлердің видео арқылы қаралымын, табысын өсіру мақсатта сапалы телефонмен, қалтамыздағы ұялы телефонмен сапалы видео түсіріп, сатылымын арттыруға әрекет еттім. Біраз уақытқа көптеген қазіргі уақытта тұлға болып отқан блогер болсын, кәсіпкерлер болсын, жеке брендтерін дамыттым. Тамаша. Жайдан жай үздік блогер болып тұрған жоқ қой бұл қыз. Ондай деңгейге жету үшін де қаншама еңбек сіңірді. Қазақтың қыздарының, жігіттерінің жалпы қай салада да, қай өнерде де болмасын, жетістікті, жеңіскер болып жатқанын көріп жатырмыз. Біз бүгін тақырыпты былай қойған едік та, бұл қоғамда қандай адамдар жетістікті деп. Осыдан бір 10-20 жыл бұрын біз елге танылған әншілерді, бишілерді, қоғам қайраткерлерін, Ерекең секілді ақындарды, онда да танымал ақындар болса, олардың әндері хит болса, олардың әндерін, бұлардың сөзіне жазылған әндер шарықтап, айтулы адамдардың аузынан шығатын әндер болса, сол кезде ғана танымал болады. Айтпесе ақын көп қой. Толып жатқан ақын. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, олардың әндері танымал болу керек. Танымал адамдар айту керек. Толық қосыла алмаймын сөзіңізге, өйткені әнге сөз жазбай мықты өткен ақындар да бар. Сондықтан ол поэзия деген бөлек нәрсе, әнге сөз жазу бөлек нәрсе. Кейбіреу әнге сөз жазған оңай деп ойлайды, бірақ оның да өзінің бір қиыншылығы бар. Иә. Сондықтан ол адамның бағына байланысты айтады ғой, жігіттің тағымен талассаң да бағымен таласпа дейді. Сондықтан бір жақты қарауға болмайды. Тек қана әнге сөз жазып атақты болып танылам деген сөз емес. Мысалы, әнге сөз жазбай-ақ алталас білетін ақындар бар дегендей. Ең бастысы бір сөйлем жазсаң да сүйкөктетіп емес, сүйіп жазу керек. Сонда ғана халық таниды, аспанға көтереді деп ойлаймын. Жоқ, сүйіп жазып жатқан ақындар көп қой. Қандай біздің ағаларымыз, көкелеріміз бар, жастар бар. Тамаша өлеңдер жазады, бірақ танымал болып жатқан жоқ та. Ондайлар да бар. Биле, ойна, кел, жүр деп те танылып кетіп жатыр ғой. Адамның заманына қарай да. Заманға қарай ғой, жастардың талғамдарын солай ма енді. Иә, біз классик ақындарымызды қоспай-ақ қойып, қазіргі заманда кімдер айтулы танымал адамдар болып жатыр деген тақырып қой біздікі. Кезінде
мобилограф деген мамандық жоқ еді. Бұлар бізге керек те жоқ еді. Ал қазір қарасаң, бұлар кәдімгідей біз секілді 5 жыл журналистиканы оқыған, дипломды, кәсіби деңгейдегі журналистермен қатар отыратын, солардың табысымен қатар табыс табатын мықты мобилді қызметкерлер болып жатыр. Сол секілді ғой, әр заманның өзінің ауанына қарай да мықты ақындардың да өлеңдері жақсы әндер болып, мықты әншілердің аузымен айтылып жатса, хит болып кетсе, таралып кетеді. Сонымен танымалдылықты сіз қалай қабылдап жатырсыз? Ана толық адам арғылымы туралы айтып өткен Абай Құнанбайұлының 18-ші қара сөзінде айтады: тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез арқылы ғана озат, одан басқа дүниелермен озым дегендердің бәрі ақымақтық дейді. Енді қоғамдағы қандай адамдар құрметті деген тақырыпқа келетін болсақ, енді бұған лайық біздің кезіндегі ата бабаларымыз деп ойлаймын. Жаңағы Абайға дейінгі, Абайдан кейінгі қаламгерлер, салсерлер жан-жақты болған, 8 қырлы, 1 сырлы. Мысалы 2016 жылы әдебиет аталымы бойынша Боб Дилан, америкалық әнші, киноактер, жазушы, жан-жақты өз Нобель сыйлығын алды. Бүкіл әлем таң қалды. Мысалы мен қайран қалған жоқпын, өйткені біздің қазақтарда сондай болған. Мысалы Біржан Салдың әнінің сөзін Ақан Сері жазып беріпті дегенді естідіңіз бе? Естіген жоқсыз. Одан бері қарай келек жарайды. Алаш ордашылар. Мысалы Мағжан Жұмабаев педагогика, Жүсіпбек Аймауытов психология, Жұмахан Күдерин ботаника, Халел Досмұхамедов зоологияда, Әлімқат Ермеков математикада қызмет ете жүріп, өздері ақын, жазушы, ғалым, журналист болды. Яғни 5 аспап. Нағыз құрметтеуге тұратын адамдар осы деп ойлаймын. Қазірде де ондай адамдар бар. Өздері әнін жазады, сөзін жазады және орындайды. Кейбір адамдар қайран қалады. Ол да жақсы. Енді бір ғана саланы алып дамытқанға да қарсы емеспін әрине. Бірақ құрметтеуге лайық адамдар кімдер дегенге келсек, ақылына көркі сай, білімі жарасқан адам лайық деп ойлаймын. Қазақта сөз бар ғой, киіміне қарап қарсы алады, біліміне қарап шығарып салады деп. Қазіргі заманда бірінші киіміне, көлігіне қарап жататындар бар. Одан кейін жаңа хайп қуам деп айып болатын дүниелерді істеп жататын адамдар бар. Оқырмандардың санымен өлшейтіндер де бар. Мәселе ода емес, ұрпаққа не қалады? Мысалы руханиятты көтеру керек те, қазір рейтинг көтерумен айналысып жатқандар көбейіп кетті. Сондықтан ең бірінші кезекте рух, ұлттық мүдде, болмыс бітім деп ойлаймын. Кезінде халықты қалай ұстаған, баланы қалай тәрбиелеген. 4 ауыз сөзбен. Не деген сөз ол? Яғни ұят болады, жаман болады, обал болады, сауап болады деген сөзбен ақ. Осыны түсінген бала өте мықты болып өседі деп ойлаймын. Енді қазір атағын шығарып алып, ақша табам деп бір бастан жоғары секіріп кіндіктен төмен түсіп кетіп жатқандар да бар. Бірақ оның соңы бәрібір жақсылыққа апармайды. Енді танымалдылық деген қалай? Өзің адал еңбегімен жетсең, жалпы күш білімде, білім кітапта дейді ғой. Әр адам өзінің қаншалықты жерге дейін шабатынын білет, деңгейін білет, іштей сезет. Сондықтан көтеретін бар, көтер алмайтындар бар. Қадыр Мырзаев айтады ғой, бәрін бер дейді, атақ бер, даңқ бер, байлық бер, биік бер, соны көтеретін иық бер. Төлеген Айбергенов не дейді? Ақ жаңбырлар тоздырған тау секілді мен өлемін өзімнің биігімде дейді. Оны атақ көтеретіндер бар, көтере алмайтындар бар. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, сіз танымалдылыққа қалай шыдап жүрсіз дегенде, бала кезден сахнаға шықтық. Одан кейін 19-20 жасымда мен республикалық айтыста өнер көрсеттім. Көп ақша ұтып алдым дегенде, алғашқы көлігімді де содан тапқан ақшам алдым дегенде. Сол ең алғашқы бала кезден ақшаның буы қандай болды? Ержан соны айтшы. Есімде жоқ, ол кезде баламын ғой, мен 7-ші сынып оқып жүрген кезде сахнаға шықтым. Одан бұрын да 4-3 оқып жүрген кезде оркестрде солист болатын ауылда, мектепте. Әкем өйткені
4-5 жасынан бастап домбыра тартуды үйретті. Мен өзім туған інім бар, Қуаныш Жұмабекұлы деген. Ол да мен сияқты ғылым докторы, Қазақстан жүзең есімі жобасының жеңімпазы. Қазір осы Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы 12-ші мектептің тізгінін ұстап отыр. Екеумізді әке-шешем тәрбиелегенде былай істеді. Фольклормен өсірді. Фольклор деген халық ауыз әдебиеті білесіздер. Өлең жаттатты. Ертегі оқыды. Шешемен де 57 жасында өмірден өтті, өкініштісі. Дегенмен де оның үйреткен дүниелері әлі бойымызда. Соны 5-6 оқып жүрген кезден өтірік айтпасам, Мыңшақты ертегінің сюжетін жатқа білетін. Соны Абай Шәкәрімнен жаттадық. 300-350 өлең. Мұхтар Мұқағали оқуларына қатысып, одан 100-200 өлең жаттадық дегенде, адам бала кезден қалай үйренсе, солай жақсара береді екен. Соны ауылда өстік, Тарғабатайға арқамыз тіреп, Алакөлге аяғымыз салып, бәйгелерге қатысып дегендей. Содан бір қызық оқиға айтып кетейін. Алматыдан бір атбек ақсақал іздеп келіпті біздің ауылға. Қазіргі Абай болса Үржар деген жер ғой. Шамамен 760 шақырымдай болады осы жерде. Соны әкеме келіп айтты, екі ұлың аттың құлағында ойнайды екен, біреуін маған бер. Сүйегі сенікі, еті менікі, өзім оқытам, үйлендіремін. Бар кісі болса керек. Содан әкем күтіп, қойын сойып, таңертең қонағасын беріп, кетіп бара жатқан кезде айтыпты, екі ұлым білім ғылым жолымен кетеді, жылқының жолы басқа, айып етпеді. Мен де әкеме сол үшін мен рахмет етемін. Әйтпесе малдың артында жүрер ме едік, мысалы. Сондықтан ол отбасындағы тәрбиеге де байланысты. Ол танымалдылық деген ол абырой, ол ақша болып келеді. Француздар айтады дейді ғой, тамақ ішу үшін өмір сүрмеймін, өмір сүру үшін тамақ ішемін деген сияқты. Ол қаржыды таба білу керек. Бірақ әр нәрсені адал еңбекпен табу керек. Мысалы, мобилография деп отырсыз, ол да оңай жұмыс емес. Оңай емес. Ол да көзінің майын тауысып, танауынан қан аққанша отырып жұмыс істемесе, дұрыс шықпайды видеосы. Қанша қателесетіні, көзінде құртады дегендей. Біздің де жұмыс оңай емес, әр сөздің мағынасына мән беріп. Мен қазір радио тыңдасам, телевизор қарасам, көбіне жүйкем жұқарады енді. Өзім субординация сақтап қалған адамым ғой, дипломаттың, бірақ іштей өртеніп кетемін де, сөздер дұрыс айтпайды мысалы. Бәрі содан басталады деп ойлаймын. Сөзіміз үзілсе, өзіміз үзілеміз. Өйткені сөздің энергиясы бар. Сап-сау адамның өзіне бір жаман сөз айтып, мысалы, рухын сындырып жіберуге болады. Төсек тарып жатқан адамның өзіне бір жылы сөз айтып, нұрландырып, орнына тік тұрғызуға болады. Сөздің энергиясы деген сол. Бәрі содан басталады. Сосын танымалдылық дегенде ол біреулер айтады ғой, жұлдызды ауру деп. Мен жұлдызды ауру деп ойламаймын. Ол отбасындағы тәрбиеге байланысты. Сондықтан ол адам керісінше шабыт алу керек. Мен сол шабытыма қанат байлайды ондай дүниелер. Жаңа сіз айтып жатсыз, мен екеуміз таныспас бұрын сіз менің өлеңіммен танысыпсыз да. Көп жерге барсам солай. Өткенде Астанаға бардым, бір үлкен кісінің үйіне бардым, атын атап түрін істемей қалған, бір шаруамен, біреудің жұмыстарымен жүрмін ғой, көмектесу үшін. Сосын ұлын алып келді, екі ұлы бар екен, өнерге жақын деп. Содан бір әнді айтты. Ол әннің сөзін мен жазғам. Содан таныс болып кетті. Енді мен 100 шақты әнге сөз жазып тастаған шығар. Менді мал мен баланың санын айтпайды дейді ғой қазақта. Сол сияқты мен жазған өлеңдерін санамаймын. Содан ана кісіге айтамын, менікі деп бірге YouTube әлеуметтік желісін ашамын да көрсетемін де. Анау таң қалды, бірге тамақ іштік, әңгіме дүкен құрдық, одан кейін шаруам өзінен өзі шешіле салды да. Соны өмірде болады екен. Соны Құдайға шүкір дедім де. Енді бар нәрсені айтамыз ғой, жоқ нәрсені емес. Одан кейін тағы енді қандай адамды құрметтейді дегенде, еңбегі адал және дұрыс жүріп, дұрыс тұратын, жібі түзу адамды құрметтейді деп ойлаймын қоғам. Не болса да шындықты айтуға тырысу керек. Барынша армен, заңмен жүрсеңіз, сонда жолыңыз ашық болады деген ойдамын. Танымалдылыққа әртүрлі деңгейде, әртүрлі жағдайда жетіп алып, мен танымалымын, бәрің мені сыйлаңдар деген, ол енді бос нәрсе. Халық өзі шын ниетімен, шын көңілімен сені бағалай білу керек та. Осыған да бір мысал, менің бір чемпион қайным өткенде сол Шығыс Қазақстан осында бір іс-сапармен келген, өзінің жеңіл көлеммен келген отбасымен. Сосын мәшесінің, біреудің мәшесіне телефонға қараймын депті да, ұрып жіберіпті. Содан бір екі жас жігіт секіріп шыға келді дейді. Сосын мен де шықтым дейді. Бірден танып қойды дейді. Енді ол атын айтпай ақ қойып, чемпион енді ол жігіт. Содан ой аға деп, біз сіздің жанкүйеріңізбіз ғой,
ештеңе етпейді жөнделеді ғой мәше сіздікі жақсы ма деп. Сонда көрдіңіз ба, оныкі таза абырой. Әйтпесе оның көлігі енді науқастанып қалды ғой, оның ұрып кетті ғой. Қазір енді қаншама. Соның өзінде мына жаңа өзің айтпақшы, сөзіңе тұзық болып отыр, таза бедел. Халық бәрібір өнерді құрметтейді. Менің басымда да болған, енді сондай жағдай емес дегенмен, сон дейміз ғой, халыққа қызмет көрсету орталығында кезекте тұрған, мен барынша жүріп сөйтуге тырысамыз ғой. Содан бір жас қыз келді, Ержан ағасыз ба? Иә дедім, сіз кезекте тұрмай қойыңызшы. Неге десем, енді ақынсыз ғой, ғалымсыз ғой деп сөйтсем, бір туысының ағасы ма бірдеңесі әннің сөзін жазып беріппін де, сосын тағы бір таныстарының тойын жүргізген екен. Содан жарайды, рахмет қарындасым дедім, мен өзім асығып тұрғам жұмысқа. Содан шаруам тез шешіліп кетті. Дүйсенбі күні ме, сейсенбі әйтеуір кісі көп кезде бардым да, бар үндемей тұрғам, мен өзім танымалдылық деген енді жақсы жағы ғой. Жақсы жағы, иә. Бірақ оны пайдаланбаймын. Өздері келіп ұсыныс жасап жатқан кезде неге оны пайдаланбай, халыққа қызмет көрсету орталығында жүз бірінші адам болып тұра бересің ғой, иә? Тұра беремін, әрине. Неғұрлым тамаша. Лев Толстойды оқысаңыз да, басқа Харуки Муракамиді оқысаңыз да, Жапониядағы немесе француздың романтизм негізін қалаған Франсуа Рене де Шатобриан деген бар. Сол кісіні кімді оқысаң да, бәрі даналыққа, кемелдікке жеткен кезде адам қарапайымдана бастайды дейді. Енді біздікі жасандылық емес, дегенмен де ауылда өскеннен кейін енді барынша не көрсек те халықпен бірге көруге тырысамыз, бірақ сондай жағдайлар болып жатады. Сол кезде қуанасың. Кейде өлең жазасың да, бұл кімге керек деп ойлайсың ғой. Дегенмен де бағалайтын адамдар бар. Сол шаттанып. Тойларға барғанда ше, Ержан мырза, тойға бардыңыз, кешігіп бардыңыз, бәрі орындарға, төргі орындарға отырып қойыпты. Сіз келдіңіз. Кімсің? Ержан Жұмабекұлы. Танымал әншілердің бәрі өлеңдерін айтып жатыр, хит болып кетті. Келдіңіз, орын жоқ. Тойдың иесі жүгіріп жатыр, қойба ерекең еді ғой мына кісі десе, ешкім тұрмайды. Төменгі жаққа көршілері отыратын 13-ші, 12-ші столға отырып қалдыңыз. Сезіміңіз қандай болады? Мұхтар Әуезов айтқан деп айтады ғой, мен отырған жердің бәрі төр. Одан кейін тағы бір нәрсе, мен өзімнің өмірлік жеке ұстаныммен тойға, басқа жерге ешқашан кешікпеймін. Сіздердің бағдарламаларыңызға бірінші келдім ғой. Мысалы деймін. Кешікпей, өзінің анау кестеде жазылған. Ерте барып отырсам, ерте барып отқан дұрыс. Одан кейін онда тұрған ештеңе жоқ қой, қай жерге отырғызса да. Керісінше біз төмен жақтағы столда отырамыз, өнер көрсетеміз, шығып кіріп жүреміз деген сияқты. Өзі өнер адамдарына бөлек дастархан жайып қояды. Біздің столымыз сол болады көбіне. Сондықтан оны ешқашан ойламаппын, ренжу басқа деген дүние. Өзім бір жағынан кешікпегеннен шығар. Басыма ондай нәрсе өтіп көрмепті. Мен жасыма келген кезде ол басқаша болады, сезім. Мүмкін. Жас кезінде әрине осының барлығын үлкен жүк етіп көтеріп жүргенің өзі де бір ақылдылығың, тәрбие көргендігің болып тұр ғой. Аржанда негізіңе жарағандығың ғой. Енді менің тағы бір ойым, алып қосарым, жаңа кешіп қалсаң да басқа дүние осындай көңіл қалдыратын дүниелер болса да бәріне ренжи берсең, өзіңнің энергияң қалмай қалады. Дым қалмайды ғой дейсің. Тіпті қатты ашуланып, қайғыра берсең, әр нәрседен проблема шығарсаң, қасыңда досың да, туысың да қалмайды. Өмірдің өзі солай ғой. Бізде анандай интрига, конфликттен тұрады, абсолютті еркіндік болмайды өмірде. Сондықтан тек қана өнерде емес, өмірде де солай, басқа салада да солай. Қатты салада да солай. Қатты қуанған кезде бір мәселе шығып тұрады, немесе үлкен бір қайғыға тап болған кезде міндетті түрде қайғы қосып кетеді. Түннен кейін таң атқандай бір қуаныш болады. Дұрыс, өте дұрыс. Жалпы мына біз жайында айтылатын пікірлер қазір әлеуметтік желілерге еркін шығып кетті. Өмір сенің қасыңа жете алмайды, сенің бетіңе келіп ештеңе айта алмайды, бірақ окопта жатып тас лақтырған адам секілді. Жақсы болды анау. Бет пердесі бар, неше түрлі ойын айтады. Сондай ойға сіз мобилограф ретінде не айтасыз? Айтады, хейт дейді ғой. Қалай бағалайсыз? Жазатындар болады негізінде. Бірақ мен көбінде енді сәл жаңа сіз айтқандай сөз сүйектен өтіп кетеді деген секілді сәл жүрекке тиетті, бірақ жайменде бұл кісіге жауап берем. Бірақ андай сөз таластырып емес, нақты жаңағы шақ пен мат дейді ғой. Тура нақты өзіне тиетіндей етіп, нақты жауап берем. Жаңа кейде айтады, мына видео түсіру оңай ғой деген сияқты. Мысалға кәсіппе деп айтады ғой, оларға да тиіседі. Видео түсіру оңай ғой, немесе
енді көп мындай майда шүйде пікір деп қабылдаймын оларды. Қайта олар біздің ахватымызды көтереді ғой. Иә. Оларға кәдімгі нақты жауап беремін. Ұрсып, керіспеймін. Яғни сіз келіңіз, мен сізге қалай мен еңбек еткенімді көрсетейін деген сияқты жауап беремін. Адамның өмірін зерттемей артық жазбаңыз деп жазамын мен. Қаралымды көтереді дейді. Сонда қаралымды көтеру үшін де оларға да шыдауымыз керек қой, Жоқ, енді көбісі сөйтеді екен. Мен енді ондай жағынан әрекет етпеймін. Бірақ өзім байқаймын, көптеген осы социальный сетте, әлеуметтік желіде осылай отырған адамдар қайта сол жазғаннан ләззат алады екен. Өйткені олардың ахватын көтереді ғой. Бірақ енді мен өзім әлеуметтік желіні тек қана жаңа мобилография емес, маркетинг жағын толықтай зерттегендіктен, ол адамдар бірақ қызықты жаңағы видео салады ғой, өздері жайлы қарапайым бір соңғы бір адамдардың контенттерін көріп қалып жатамын. Мен үлкен жас болса да мен жасымда осындай жасқа теңейді деп әдейі видео салып қояды екен. Сөйтеді де астында бәрі негатив жазады ғой, жаман сөздер жазады. Сол кезде ол сторисқа жаңағы құрметті оқырмандар, жаңа келген оқырмандар деп өзін таныстырады. Негізі мен осылай салдым. Бірақ менің сіздерге беретінім, яғни ол беретін адамда кәдімгі өзін беретін білімі бар, өте мықты коуч десе де болады, сондай адамдарды байқаймын. Сөйтіп те хейт арқылы да өздерінің жаңа өнімін сатуға пайдаланатын адамдар бар екен. Негізі сол. Мен өзім көбінде сөз таласпаймын, ең бастысы. Не байқатпай удалить тастаймын, немесе нақты енді өзінің ойына қарай нақты жауап беремін, болды. Маған да үйтіп жазатындар бар. Сізде ақырда бұтып қараңғыда удалить етіп тастайсыз ба? Жоқ, өшірмеймін. Өйткені жаңа кім Сәулет айтқандай, ол да пікір жазған сайын ана видеоны алдыға қарай лақтырады, өз схемасы бар. Сондықтан үндемеймін, немесе бір ғалым ақын жазса, мен ғылыми мақалама немесе поэзияма нақты жауап берем, фактімен сөйлеп отырса. Ал көп адам жеке басқа тиіседі. Соған үндемейді, жарайды, тиіседі. Жеке басыңда не бар? Бар онда. Бір ән, бір сән, жеке басыңда бір әдемі секілдісі. Тұрын қарасаң, Рахмет. Неше түрлі адам бар. Кінәрат көрмейтін сияқты. Тырнақтың астынан кір іздейтін адам болады ғой. Енді, тапқанда білмеймін, жеке басқа тисе түрің дұрыс болмайды, басқа нәрсе. Мынау сөзің дұрыс емес қой дейді де болды. Неге дұрыс емес екенін айтпайды. Ол дұрыс сөз негізі. Әдейі сөйтіп жекеуіңді жұқарту үшін жазама, мен түсінбеймін. Енді жазатындардың ішіне нақты жазып отырса, оны сын түзелмей, мін түзелмейді дейді, оны көтерем. Енді көбі бірақ орынсыз пікір жазады. Мен өзім таңғалам, енді адам деген. Әйел адамдар жазама, еркектер ма? Саған. Әйел де бар, еркегі де бар. Адамның тағы бір аты пенде ғой. Жарайды деймін де, кешіре салам. Одан кейін тағы бір нәрсе, жазатындардың ішінде енді басқаларында негізі бір видео тұрса пікірлерін оқыған қызық қой. Кейбіреу тура жазып жатады. Қазақта тілі бар, көз бар. Көз тиеді немесе тіл тиеді дейді. Мысалы, ашық-шашық жүретін қыздарды сынап мінеп жазып жатқандар, мысалы, мен оларды қолдаймын. Өйткені адам қараған кезде сұғы болады да, өтіп кетеді. Ол кісінің, мысалы, энергетикасы тесіледі, саңылау пайда болады. Болашақта өмірге ұрпақ әкелуіне қиын болады, басқа да дүниелер бар деген сияқты. Сондықтан оларға неғұрлым жабық жүрсе, бір өтініш, болашақ аналарымыз ғой. Сондықтан олардың астына жазып жатқан пікірлерді мен қолдаймын. Егер орынды болып жатса, әрине бес саусақ бірдей емес, жаңа айтқанда. Соңғы кезде орынсыз сөйлейтіндер де бар. Қаттырақ тиісу бір сәнге айналды ғой. Орамал таққан қыздар андай мындай деп, соларға не айтасыз? Енді ақыл деп айтпай қояйын. Қолдайсыз ғой. Орамал таққан жақсы ғой. Таққанда реті бар ғой. Мысалы, қазақта тұрмысқа шыққаннан кейін барып орамал тартқан. Сәукеле деген дүние бар. Мысалы, Жарылқасын Дәулет әнін жазған, сөзі менікі қыз ұзату деген әніміз бар. Соның қайырмасын былай жаздым. Назданып бізбен аспан жер, сыңсуда көңіл қосқан еді. Сәукеле киген жаңғызым кимешек киер жасқа келді. Мен жалпы поэзиямда ұлттық колорит болсын деп көбіне осылай беруге тырысамын. Мысалы, болашағым басымда жобаланып, алтын күндей жайнайды домаланып, қиялыма түйреуіш тағып қойдың, бір бақыттың бұйыртса болар анық деген. Біздің халыққа тән дүниелер. Немесе
даламызда шалқиды ар әуені, баламызда арманның қарагері, көкірегі үндескен табиғат пен қазақ деген Құдайдың қара өлеңі. Қара өлең деген түсінік бізге ғана тән. Сондықтан қазақ салт дәстүрмен жүрсе жаңылмайды деген ойдан біз соны айта бастасаң кейбір айтады ескілік деп. Оның бәрі идеология. Кеңес үкіметі тұсында соны қалыптастырған, әлі соған сенетін кісілер бар. Мысалы біздің ата бабаларымыз арабша хаттанды, 11 жылдық білімі болмаған ғой көбінің. Бірақ сөйлесіп отырсаңыз қандай бір тағылымды дүниелерді айтады. Қазір енді салт дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегендей өте заманауи боламыз дегенде дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан сол ата бабаларымыз қалыптастырып берген жолмен жүрсек жаңылмаймыз деген ойдамын. Әрине техниканы басқанда дамыту керек, бірақ өзіміздің ұлттық дүниелерімізді жоғалтып алмасақ деген ойдамын. Ержан, сен толық жасың нешеде? 9 жасым 37-те. Қараңыз, 37 жаста бұлар біздің нағыз жалындап тұрған азаматтарымыз ғой. Бұлардың әлемі басқа, дәуірі басқа, заманы басқа деп айтады ғой. Осылардың заманы қазір дамыған деп. Міне, айтып отыр ғой, осы заманның жасы. Барлығы да біздің ұлттық негізімізге тікелей байланысты. Одан ауытқып кетсек адасып кетеміз деген сөз айтып отырсың ғой. Орта жастағы бізді қолдайтын жігіттер міне. Өзімізді өзіміз таппай қаламыз кейін. Біз қазақпыз ба, басқа ба деген сияқты сондай қауіп бар. Осыны басымырақ айтуымыз керек та. Ал енді Сәулетжан, сіз әр видеоға музыка таңдайсыз. Сол музыка таңдағанда біздің өзіміздің дәстүрлі әндерді таңдайсыз ба? Өзіміздің қазақша әншілердің жақсы әндерін қоясыз ба? Немесе шетелдікі өтімдірік па? Негізінде мен енді видео түсірген кезде біз алдын ала сценарий жазамыз. Сценарийға арнайы музыка қоямыз. Мысалға, егер ол қазіргі заманға сай оқиға болса, онда біз жай ғана музыка болады ғой. Шетелдің болсын, қазақтың болсын, біз бөліп жармаймыз. Ең басы қайсы музыка сәйкес келеді, соны қолданамыз. Егер де сіздікіндей ақынның сөздерімен керемет бір оқиға видео түсіру керек болса, міндетті түрде біз қазақтың күйлерін қолданамыз. Қазақтың жаңағы өмір деген әннің сөзін жаздыңыз. Өмір. Осы өмір деген әнді де өзіне арнайы мысалға видео түсіруге болады деген сияқты. Біз қатып қалған заң жоқ бізде, нақты ондай. Ең басы біз сценарий бойынша соған сәйкестендіріп музыка таңдаймыз. Егер шетелдің видеосы жаңағы таргетке видео дейді ғой, жаңағы реклама, жарнама жіберу керек болса, бізге жаңағы клиенттердің талғамдары болады ғой, тұтынушылардың талғамдары. Бізге бірден қарататын музыка таңда деген сияқты. Соған сәйкестендіріп біз музыка таңдаймыз. Егер де осы сіз секілді өлеңдерге арнайылап біз сценарий құрып, қазақи деңгейде біз сондай музыканы таңдап, әдемі жаңағы туынды дайындауға болады негізі. Жалпы біздің өмірімізді әдемі қылып көрсететін видеороликтер өтімді болу үшін бастапқа оның өтімділігін арттыратын нәрсе музыкасы ма, жоқ әлде соның көрінісі ма? Бір-біріне тығыз байланысты. Музыкасы да және оның жаңағы сценарийі, оқиғасының бастапқы жерден басталады ғой, видеоның бастапқы жағынан. Мұңлы оқиға болып, аяғы бақытты болып кетуі мүмкін. Мен өзім жайлы түсіргендерім бар. Мысалға, тек қана күйеуіне қарап тұрсаң, тек қана бір жерге байлана берсең, сен ол адам бастыққа сөз қайтара алмайсың деген сияқты былай сондай бір видео түсіргенмін. Көп адамға қатты ұнады, өмірге алынған екен деген секілді көп сондай пікірлер жазылды. Яғни оның мағынасы қатты бір жерге байланып, өзіңді дамытпасаң, өсуге әрекет етпесең, тіпті жаңағы жолдасынан ғана ақша сұрай беретін болсаң деген сияқты, онда күйеуің де саған бір күні кішкене, енді барлық әркім әртүрлі ғой, енді дауыс көтеріп кетеді, қиналған сәтте, өзі қажырдан қыспаққа түсіп кеткен кезде, сол кезде сен ол адамға ештеңе дей алмайсың, кәдімгі жертва дейді ғой, болып қалып кетесің деген оймен мен видео түсірген болатым. Кәдімгі көп адамның көңілінен шықты. Сондықтан да ол жерде жаңағы музыкамен дұрыс алмасаң өтпей қалуы мүмкін. Сондықтан музыкаға да байланысты, және оның оқиғасына да байланысты. Сол мән мағынасын ашу керек деп тұр ғой. Музыка арқылы да біз видеоның мәнін ашу. Өлең мен ән сияқты ғой. Әншінің орындауына да байланысты. Кейбір әншілер жеткізеді, кейбірі жеткізе алмайды дегендей. Дегенмен мағыналы дүниелер жасаудан
шаршамау керек. Оның да өз аудиториясы бар. Жаңа Меруерт Айтеноваға жаққан менің бір өлеңім өмір деген тек қана суретпен ғана тұр. ютубта 2,5 миллион адам қараған. Бір жаман пікір жоқ. Енді кейбір енді аудитория әртүрлі ғой. Мысалы көшеде де мені тоқтатады, сұраймын, кім сіз, өзіңіз қай саладасыз деп әңгімелесіп кетсек, ұшақта, пойызда қатар отырған кезде не мұғалім, не ғалым, не ақын, өнерге жақын адам болып шығады, руханиятқа. Сондай адамдар қызығып қарайды. Бірақ енді түсінбейтін адамдар да бар. Енді солар түсінбейді екен деп түсініксіз дүниелер соның деңгейіне түсу қаншалықты керек емес. Түсіп керек емес деп ойлаймын. Өйткені бір нәрсе есіме түсіп тұр. Сөйлеуші шешен болса, тыңдаушы ықыласты болса сөйлеуші шешен болады дейсіздер, жақсы тыңдайды екенсіздер. Баяғыда Байдалы би енді жасы келіп ауырып жатқан ғой, жасымызда қалың сұрап кепті. Екеуі түнімен әңгімелеседі, кәрілік туралы айтады, өмір туралы айтады. Сөз деген бала сияқты, тербетсең оянады, тербетпесең оянбайды, заманым өтті деп мұңын шағады ғой. Сосын таңертең қонағасын ішіп кетейін деп жатса, Байдалы айтты, ай Мұса, еліңе не айтып барасың енді мен жайлы деп, не деймін деп қалжыңдапты. Кезінде ел ағасы болған Байдалы кәрілікпен алысып төсек тартып жатыр деп айтам деп қалжыңдапты. Сонда Байдалы, ай балам, оның рас, дегенмен 3 ауыз сөз айтайын, сен маған жауабын айтшы деп, жарайды ақсақал деп. Сонда Байдалы тұрып Мұсаға, алыста не алыс, жақында не жақын, тәттіде не тәтті деген екен. Сонда Мұса сәл ойланып тұрып, жер мен көктің арасы алыс ақсақал. Адамға бала тәтті, туысқан жақын деп жауап беріпті. Сосын Байдалы айтады дейді, ай Мұса, ақылың алқымыңнан әлі аспаған екен. Тәттіде не тәтті дегенде жан тәтті деп дейін. Шынында да солай. Мен былтыр Түркияда зілзала болған кезде сонда болдым. Күніне 5-6 рет сілкінеді, қабырғаның бәрі жарылып кетті, төбеге қарап жатыр. Соңғы күнім деп. Жоқ, мен оқып жүрдім сонда, докторантурада білім алып, сол кезде қорғадым ойдағыдай. Содан Алладан тілеймін, тағы бір күн өмір сүрсем екен деп. Ана Мұқағали айтады ғой, өмір деген бір күндік сәуле деп. Біз енді адамның екінші аты пенде болғаннан кейде ұсақ түйек бәріне мән беріп сөйтіп кетеміз ғой. Сол кезде ештеңе маңызды емес екен. Өзіңе жақсылық жасаған, жамандық жасаған адамның бәрін ойлайды екенсің де, ана тырнақшаның ішінде де алайын ба қалай, оңбағандарды кешіре салады екенсің. Содан түс уақытында тамақ ішіп отырсаң, күнде жер сілкінеді, есік терезе ашық тұрады Түркияда. Үлкен ата апалар бірінші жүгіреді ғой далаға қарай. Мен күлетін жағдайда болған жоқпын. Қазір ойласам енді жымиям. Соны жан тәтті екенін сонда түсіндім. Кезінде алашордашыларды қалай қинағандарын білесіздер. Сосын ана жан тәтті дейді, жақында не жақын дегенде ажал жақын дейді. Yani жас өлеме, кәрі өлеме Құдай біледі ғой енді. Той болсын енді, топырақтан Құдай сақтасын. Одан кейін алыста не алыс дегенде білімді мен білімсіздің арасы алыс дейді. Екі достың ортасында болсын, екі құрбының ортасында болсын, ерлі зайыптылардың ортасында болсын, конфликт болса, білімсізі тоқтай салады, жеңіле салады. Абай айтпақшы, сөз ұқпайтындардан күнде ұтылам дейді ғой. Өте дұрыс. Сондықтан ол түсінбейтін адам бәрібір түсінбейді. Оған әуре болмау керек. Дегенмен де бағалайтын адам өзіңді ақымақ сауатты, білімді ұрпақ. Мысалы, Ұлыбританияда Ромео Джульеттаны жазған, Гамлет жазған Шекспирдің шығармасын сахнада қояды. Оны тыңдап отырсаңыздар, сөздері күрделі, біздің Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясындағы көне сөздерде бар деген сияқты, бірақ ләззат алып қайтады келген көрермен. Ал бізде не? Қазір ана неше түрлі сайқы мазақтар шықты да, көшенің сөзін сахнаға алып шықты ғой. Бір кісілермен әңгімелессең, атын атап түрін істемей қойын, ана кісі айтқандай дейді, ол кісі кім деймін де, жай ғана әзілкеш. Біздің ұлыларымыз қайда? Жыраулар поэзиясын неге айтпайды? Басқа ақын жазушыларымыз неге айтпайды деген мен тағы да бір түрлі болатын жерім осы. Танымал, жалған жалпағынан басып жүр. Дегенмен де айтып отқаным сол, тағы айталайын, сол деңгейге түсе беруге болмайды. Жақсы нәрселерді жасай беру керек. Мысалы, Мұқағали көз тірісінде не қызық көрді? Енді әрине халық құрметтеді, бірақ осындай деңгейде болған жоқ қой. Қазір қалай? Сол кісінің баласын немесе ауылдасын десе төрге шығарады. Мысалы, Абайды да кезінде көз тірісі кезінде сабадық, бір жанды қамшының астына алдық дегендей. Айттыңыз. Осы уақытта бағалаған дұрыс шығар деп ойлаймын жақсы дүниелерді. Ал бірақ өз бағасын ала ала ма? Сәулет қосылсын ба?
бізде қазақтарда ана дүниеге өтіп кеткен соң ой керемет адам болып еді, үйтіп еді, бүйтіп еді, өмірінде тірі кезінде көрмеген қошеметтерін көрсетіп жатады. Өлген адам жаман жоқ, тірі адамның Иә. жаман деген сөзден аман жоқ дегендей. Иә, барлығын теріп кетеді. Айта беріңіз. Мен талқанымды сөйлеп тауып жүргеннен кейін бүйтіп қарап отырсаңыздар сөйлей беремін. 2 сағат, 3 сағат. Арасында сізде қосып қойыңыз. Ыңғайсыз болмасын қонақ. Сұрағыңызды қайталайсыз ба? Қазіргі деңгейді айтамын да. Бұрын қазақтарда өлген соң бағаланасың деп айтатын. Ержан бауырым айтады, тірі кезімізде бағалап бір-бірімізді құрметтесек дейді. Сол бастапқы деңгейіміз өзгерді ме? Жоқ, әлде қалып қойды ма? Негізі өзгеріп жатыр. Өлгенімізді тосайық па дегенім ғой. Жоқ, қазір өзгеріп жатыр. Негізі осы сәттегінде бағалап жатыр. Кеткеннен кейін де егер ол адам өзінің ұрпақтарына жақсы өнеге, тәрбие ретінде іс қалдырып кетсе, кеткеннен кейін де өмірден озғаннан кейін де оны қадірлейтін заман келді негізі. Тек қана жаңағы сіз секілді, білім, біз секілді деген секілді білім алуды тоқтатпай, жаңағы ұрпақтарымызға пайдалы өнеге, өнер қалдырып кетуге тырысу керек. Өлімде жаңа айтады демекші. Бір күні бір неде отырмыз аста. Бір таныстың танысы ғой енді, келсінші, ағасының бір көзін көріп еді, сол аста болсыншы деп мені қайта-қайта шақырыпты да, бардым, жаңа ортақ таныстар бар, отырмын. Көп адамды етене танымаймын. Танитын бір адам, сол бір адамның адамдары ғой. Отырып алып. Бір адамның адамдары. Иә. Елдің қыз деп шақыра береді ғой енді. Көңілдерін жықпайсың, көңілдеріне қарап барасың. Сосын маған айтады, сіз Меруерт ханым білесіз ба? Мына кісі дейді, мынау 3-ші күйеуі ғой дейді. Бұның 1-ші күйеуі анау болған, 2-ші күйеуі мынау болған, андай боласа анау, мынау боласа. 5 минуттың ішінде әлі Құран оқылған жоқ. 5 минутта күйеуі өліп тұрған әйелдің бүкіл өмір тарихын 5 минутта айтып тастады ғой. Таң қалдым мен. Тілі ғой енді. Таң қалдым. Қай жерде отырмын дедім. Ана соны айтқан адам, мен білмеймін, 5 миллион адамға айтып тастады деймін ана кісінің өмір тарихында. 5 минутта айтса. Иә, мені бірінші рет көріп тұр, ол телевизорда күніге көріп жатыр ғой, бірақ өмірде бірінші рет көріп тұр да. Бірақ сіз білесіз бе деп. Мен оларға айтып жатырмын. Жандарым, мен негізі бұл қайтыс болған адамды бір рет көріп едім. Мына жерде таныстары болып, мені солай келсінші, ағасын бір көріп еді деп шақырған соң келіп отыр едім. Сіздер мен танисыздар ма, танымайсыздар ма? Мен өте қарапайым адам ғой. Солай айтам мен үнемі барған жерде. Мүмкін мен танымайтын шығарсыздар, бірақ сіздердің түрлеріңіз жылшырап отыр маған деп айтам да сөйтіп. Ол да бір енді мен оқығандығым болсын деп. Таныдың ба мен деп бармаймын ешқандай жерде. Мен айым бола қалам да. Танымайтын жердің сырын алмаған түсінбейсің ғой. Кім біледі ол жерде? Жүрме аттың сыртына сыр алмаған. Содан кейін енді бізде жазушы болған. Дүние бір сұлу бұраңдаған. Сөйтем, сіз етене танымайсыз ба деді. Онда мен ауысып отырайын деді. Сөйтіп қасымдағы келіншекпен ауысып отырып, апай ғой 60-тағы. Құлағым түбінде 5 минутта ана әйелдің, мен ол әйелді етене танымаймын ғой, оның 1-ші күйеуі ма, 2-ші күйеуі ма, 3-ші күйеуі. Соның бәрін айтып тастады. Осыған қарап баға берем да, қазіргі мен жастарды сондай бір жаман пікір жазады, пікір айтады деп ойламаймын. Не болса да сол біздің қатарымызбен біздің алдымыздағы аға буын осылардан келеді екен ғой көп нәрсе. Былай қарасаң, жастар мен даналық қонбай қалған адамдар ма, тіреліп қалған, тұрып қалған адамдар ма деп ойлаймын да. Қосыласыздар ма осы ойыма? Баяғыда бір әулиеге туыс жақын ба, дос жақын ба депті. Сол кезде әрине туыс жақын егер дос бола білсе депті. WhatsApp'та топтарымыз бар ғой. Біреу көлік алдым десе құтты болсын дегенде копировать етіп жібере салуға қимай отыратын адамдар бар. Көпке топырақ шаша алмаймын. Бірақ ондай болады. Бәрін бүкіл адам түзей алмаймыз. Дегенмен де адамның бойына минус емес, жақсы жақтарын іздеу керек. Барынша жан жағымызға сәулеміз шашуымыз керек. Енді керемет адам болмайды 100% жақсы. Бәрібір бір қателіктер жібереді өмір болғаннан кейін. Тағдыр ол міндеттер сөйтіп барып адам түзеледі. Сондықтан жаңағы нәрсе ол енді мен жиі көремін ондай дүниені. Сондықтан мән бермеймін, көңіл аудармаймын. Шашып жүрген әпкең менмін, Ержан жаным. Сізді білемін ғой. Мен барлық жерге сәулемді бүйтіп шашып жүремін да. Бірақ менің жүретін ортам енді ақындар, жазушылар, журналистер сондай. Сөйтсем сондай бір жазушылар, жазушы да емес, журналист та емес. Солардың қасында жүрген құрбылар.
осы сізді көрсек дейді да, әртіс сияқты қабылдаймыз дейді. Сонда мені қолына қалам ұстаған жазушы, журналист, қоғамның жанашыры болып бір сөзді сойып айтып отырған есі дұрыс апасын саяси сауатты әртіс дейді. Әртістің сахнада ғана өзінің сценариймен сөйлейді ол. Көшеде ол әртіс емес. Осыдан ақ бағалаңызшы. Ол жазушы журналистердің құрбылары соны айтып тұр. Орманда құстардың бәрі бұлбұл болып кетсе, бұлбұлдың бұлбұл екенін білмей қаламыз ғой. Сондықтан әртүрлі топтағы құстар бар да. Одан кейін бір өлең есіме түсіп тұр, осыған байланысты оқып берсем болады ғой. Өмір жайлы білгенім. Өмір жайлы білгенім, бірде шаттық, бірде мұң. Туыс досым қасымда аман есен жүргенім. Өмір жайлы білгенім. Құстай ұшқан күндерім, ай мен күнде екен ғой жылағаным, күлгенім. Өмір жайлы білгенім, арманыммен біргемін. Көңіл нәзік гүлмедің, үміт неткен нұрлы едің. Өмір жайлы білгенім, ештеңені білмеуім, кетеміз ау бір күні, келтір алмай күрмеуін. Жауап бердім деп ойлаймын сізге. Тамаша, тамаша. Осыны әлеуметтік желіге біз саламыз ғой. Тура осы сенің өлеңмен қосып, қойып, менің сөзіммен бірге кесіп алып, мобил құрып қайтамыз. Салып қойшы деп салып қоямыз. Бұл Хит ТВ телеарнасында әрбір сенбі 8:15-те көрсетіледі. Одан кейін YouTube каналға салынады. Көру керек, ой түю керек. Біздің мақсатымыз, біздің миссиямыз не? Осында өмірде өз жолдарын тапқан, қоғамнан өз орындарын алған адамдардың өмір салтын көрсете отырып, бір адамға ой салу ғой. Өмірде жалпы үш нәрсені табу қиын екен. Өмірде өз жолыңды, орныңды, сосын екінші махаббатыңды, үшінші скотчтың қайырылмаған жерін табу қиын екен. Әзіл болсын деп айтып жатқанмын, сіз қанша бағдарлама түсіріп тастадыңыз бүгін. Махаббатты таппаған деп, біркем дүние бәрімізде бар ғой, бірақ оны айтсақ құрсын. Үйге кірмей қаламыз ғой. Біраз отырсақ, абысындар сияқты сырласайын деп отырмыз қазір. Иә. Шай ғана жетіспей тұр ғой. Сәулет, сіз Ерекең жасын естідіңіз. Деңгейлес пе екен? Қатарлас па? Замандас па? Менен бір қанша? 18-ден неше жас астыңыз? Қыздардың жасын солай сұрайды негіз. Енді мен тұрмыстамын, неге жасырам? Иә. Менен 3 жас үлкен. 2 жас. Құрдасың ғой? Құрдасым ғой, 2 жас үлкен. 2 жас үлкен. Замандасым, құрдасым. Құрдасыңның деңгейі, мінекей, 50-дегі апаң деңгейімен бірдей болып отыр. Айналайын шырақтарым, жақсы жолмен жүрсеңдерші, үлкендердің баталарын алсаңдаршы, көңілді болсаңдаршы деп сәуле шашып жүретін әпкесінің бүгіннен бастап тырнақшаның ішіндегі братишкасы болды. Сен ше, қосыласың ба бізге? Әрине қосылам. Мен ағасы болам ғой. Ағам болады ғой. Жоқ, сен менің братишкам бол. Сіз әрине. Менің ағам болады. Енді. Жалпы жаңағы сіз айтасыз ғой, 50 жасқа деңгейінде болғанда санасы, жаңағы ой ерісі сонда керемет деңгейде болып тұр. Әрине қосылам. Керемет, әр сөзіне қазір танысанып қарап отырмыз ғой енді. Жаңағы мен көп сөйлеп кеттім ғой деп айтып жатыр ғой. Жоқ, мен қалай сөйлейтін сияқты. Сен қандай жігітке жатасың? Қызыл жағалы, ақ жағалы? Ақ жағалы шығар. Қызыл жағалы дегенді қалай сонда? Ақ жағалы деген таза жүректі деп қабылдаймын. Солай қабылдайсың. Сенің бағың. Менің бағам, иә. Ержанға берген. Ақ жағалы жігіт. Ақ жағалы жігіт, яғни нық қарапайымдылық қой емес. Күйеу болса да қаймықты, ақ жағалы. Жоқ, шындықты айту керек қой. Шайқап тастап жүрмеңіз сіз. Жоқ, мен қолдап отырмын. Мен өзім қолдаймын ғой. Сұлу адамдарды, еңбеккер адамдарды бағалаймын да, ол өте жақсы. Жоқ, мен жолдасым о жағынан түсіністікпен қарайды. Мысалы, мен әлеуметтік желіде өзімді түсіріп, видео түсіріп, дұрыс қой. Өзімді түсіріп жүрген өзінде кәдімгідей лайк басып. Ержанға ұнап жатыр ғой. Лайк басып, от лақтырып сөйтіп отырады. Сондықтан да мен қай жерде жүрсем де шындықты айтамын. Әрине ақ жағалы ер азамат, осындай ер азаматтар бізде көбейе берсін, көп болсын. Тоқтамаңыздар, айта беріңіздер. Көрдің ба, құлағына жағып бар жатыр. Сәулет, қараңызшы, сөзіміздің соңын қайғылы етіп тәмамдағым келіп отырған жоқ, бірақ та мен өзім журналист ретінде біраз аналитика жасап едім да,
танымалы мобил, сосын блогер қыздар, жігіттер туралы. Көбісі мына әлемдік деңгейдегі қайғылы жағдайлармен өлім құшып, әсіресе олар күйеулерінің қатынасымен әртүрлі жағдайда қаза болып жатырды. Мықты танымал болғандар. Сөзіңіз аузыңызда бір ой келіп тұр. Жаңаға байланысты. Қазақтың бақыт деді елін еткен мақтау естіп жүретін ері көптен Хит ТВ телеарнасы жасай берсін, журналист Айтенова Меруертпен. Осыдан кейін қалай нетеміз? Жақсы жармырыс дейді, негізі адамдар бірін көтеріп жүрген жақсы. Біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді, негізі шабыттандырады ондай нәрсе. Мысалы, маған біреу мақтау сөз айтса, өлеңіңізді ұнаттым десе, мен тіпті қалам алып, одан сайын өлең жазғым келе бастайды. Әрине, сын айтып жатса, орынды болса, оған да қараймын, ол да жақсы, бірақ әр нәрсе сөзді дұрыс қолданса, тек қана. Баған айтқанда жеке басқа тисе, енді ол көңіл түсіреді. Өте дұрыс айтасыз. Сонымен Сәулет, қатты танымал болып кеткен блогерлардың осы әлеуметтік желідегі әлемдік деңгейге шыққан келіншектердің тағдырын айтып отырмын да. Түсініп отырмын. Барлығы емес, енді көбісі сондай. Ең бастысы отбасында, сол ер азаматында түсіністік болу керек ау деп ойлаймын. Мен келісім болу керек. Сезім былай да қажет, махаббаттың тіреуі түсіністік пен тұрақтылық қой. Дәлелдеуді қажет етпейтін ақша. Дұрыс айтасыз. Көп жерде, мысалы біздің өзіміздің дінімізде де екі жаңағы жұп бір-бірін қолдаған кезде жылдам өсетін мүмкіндік бар. Оны біздің Алла тағаламыз, жаратушымыз бірден көтереді екен дәрежесін. Күйеуінен қолдау болып жатса. Жалғыз өсіп келе жатқандар да бар. Жаңағы күйеуінен ажырасқан, немесе қайтыс болған, көтеріліп жатқандар да бар. Ең басы қазіргі қоғамымыздың әйел адамдары өте мықты деп бағалаймын. Ондайға қатты мойынсынбай, кейбір атақты байқайсыздар, мықты блогерлердің күйеулерін бір себептермен түрмеге түсіп кетіп жатады. Одан қаймықпай, жаңағыдай тоқтамай әрекет етіп, қолдан келгенше көп баласын асырап көтеріліп кеткен адамдар, келіншектеріміз, әйелдеріміз бар. Соларды қолдау керек. Мен бағалаймын қазіргі уақытта. Ең бастысы осы өз ортасында өзінің жаңа қарап отқан адамдарға пайдалы дүние жасаса екен деймін, болды. Сол ғана. Андай айтады ғой, хайппен көтерілетіндер бар. Жаман жаңағы өздерінің ашық айтқанда қылықтарын көрсету арқылы, бір анайы билеу арқылы көтеріліп кететін қыздар да бар. Оған еліктемей, ондай атақ, ол уақытша атақ та, ол түбі, ол тіпті ол бойдақ қыз болса да, тұрмыс құрса да, ол жойылып кететін атақ. Сондықтан да біз әрбір жаңағы сіз айтып жатсыз, жалғыз басты әйелдер көп, жалғыз басты жаңағы ер азаматтар бар, көтеріліп жатқан, солай ең басты ұрпаққа тәлім тәрбие беретіндей көтерілсе екен деп тілеймін. Дұрыс. Хайп болып, арты айықпайтын майып болмасын дейміз ғой. Біз ғаламтор деген былай әдеби тілмен айтқан кезде сиыр сияқты ғой, сиырдан сүт те шығады, зәр де шығады, әркім өзіне керегін алады дегендей. Сондықтан кім қай салада қызмет етсе де, біреуге пайдасы тимесе де зиян тимеу керек. Соны ойласа, бәрі жақсы болады. Өте дұрыс айтасыз. Бұл деңгейде өсетін уақыт таяп қалды. Сонымен дәл қазіргі уақытта қандай адамдар қоғамда өз орнын тауып құрметке бөленіп жатыр. Оны өздеріңіз екшеп, топшылап, өздеріңіз нәтижесін шығарасыздар. Әрқайсыңыздың ойыңыз әртүрлі. Ержан бауырым айтпақшы, әлеуметтік желі сиыр секілді. Сүтті қаласаңыз сүт көресіз, керісінше болса керісінше болады. Сонымен Ержан Жұмабекұлы қаншама тамаша әндердің, мағыналы әндердің өмірге келуіне міне ақын ретінде атсалысып жүрген біздің бауырымыз. Және Сәулет Әлбекқызы Қазақстандағы ең үздік моблограф қызымыз, өте талантты, көп балалы, алтын жатырлы анамыз. Қазақтың ер азаматтары отбасын үйітіп, кәсіп жасап жүрген қыздары жасай берсін. Біз сіздермен толық қоштаспаймыз. Келесі бағдарламамызда аман-есен жолыққанша. Сіздермен болған Хит ТВ телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист Меруерт Айтенова. Сау сәлеметте болайық.